Қайырлы күн достар. Дастарханның көркін ашатын қытырлақ өте дәмді хворостың жасалу жолын ұсынамын. Сондықтан видеоны соңына дейін мұқият қарап, менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Өте қытырлақ, дәмді болып шығатын рецепттердің бірі. Мұқият жасасаңыздар, сіздерде де бір жасағаннан шығады. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстінен шекерімізді, тұзымызды салып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып, ұнды шетінен салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Барлық мөлшерін описание бөліміне жазып қалдырамын, сондықтан сол жерге кіріп, барлық мөлшерін қарасаңыздар болады. Енді осы қамырымызды 15 минутқа тындыруға қойып қоямыз. Екіге бөліп қамырымызды жұп-жұқа етіп жаямыз. Жұқалығына өте қатты мән беріңіздер, немесе хворостымыз жақсы шықпай қалуы мүмкін. Жұп-жұқа 1 мм-дей болу керек. Енді біркелкі болу үшін видеода көрініп тұрғандай осылай сызып кесіп аламыз, ұзын-ұзын қылып. Енді келесі кезекте кез келген таяқ болсын, шанышқы болсын көмегімен осылай видеодағыдай етіп орап, қызып тұрған майымызға пісіріп аламыз. Майға салып, видеодағыдай айналдыра отыра пісірсеңіздер, гүл тәріздес болып формасы шығады. Бірнеше рет жасағаннан соң қолдарыңыз үйреніп кетеді. Видеоны мұқият қарасаңыздар, жасалуы ешқандай қиындық тудырмайды. Және достар, осындай пісіретін ыдысыңыз шағын және көлемі кішкентай болғаны дұрыс. Сол кезде хворостымыз шет-шекке қарай шашырап пісіп кетпейді. Және қолдарыңызға абай болыңыздар, май шашырауы мүмкін. Майды және көп мөлшерде құйғандарыңыз дұрыс. Бүкіл хворостымыз ішінде батып тұруы керек. Видеодағыдай осылай әдемі хворосттар шығады. Барлығыңызға осы рецептпен осылай жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді, дастарханның көркін ашатын әдемі хворосттар шықты. Назарларыңызға көп рахмет. Менің каналыма жазылып, лайк басып, ұнаған болса немесе пайдалы болса комментарий жазып қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш.